Үйін тастап қалаға көшкен ел. 20 үйі бар Қарай деген ауылда бар. 20 үйі бар Жаңғызтал деген ауылда бар. Ауыз суды тасып ішкен халық. Енді бізге әлі ақбұлақ бағдарламасы келген жоқ. Мәселені айтамын деп аузы күйген тұрғындар. Соның бәрін айтсаң мысалы қудалау бар. Енді жеке басқа кетіп, басқа нәрсе істеп жатса, оны жаңағы құқық қорғау органдарымен бірге жұмыс атқарамыз. Бұл Қытаймен шекарадағы Тарбағатай ауданы. Шығыс Қазақстанның бас қаласы Өскеменнен 400 шақырым, ал Астанадан 1200 шақырым алыста. Орталықтан шалғайда жатқан өңірде адамдарға жағдай жасалған ба? Тұрғындар ауыз су, жол қатынасы, экология, медицина сынды маңызды мәселелер туралы не дейді? Басқа қандай армандары бар? Шекарада орналасқан аудандар мәселесін көтеретін Терезе жобасының журналистері осы ауданға барып қайтты. Қиыршық тас төселген зіркілдек жол Тарбағатай ауданының Жамбыл ауылына бастап барады. Өмір бойы асфальт салынып көрмеген бұл бағытта адамдар негізінен қыста қатынайды. Жазда жүру көлікке обал, мәшине болса қалтаға салмақ түседі дейді адамдар. Ауыл халқы қар түскенше күнделікті орталыққа барамыз деп біреулердің шабындығын аралап, қалың шидің ішімен өтіп жүреді. Ауылға дейінгі жол енді баға аяғынан айтылып келе жатқан нәрсе, ол көрілмейді де уже. Қыста уже қар нәріз көрейді ғой. Ауылдың ішіндегі жолда оңып тұрған жоқ, шұрық тесік, тастақ. Осы селкілдек жолда жалғыз басты әйел Риза Жүнісова күн сайын қол арбасын сүйреп, үлкен бөшкемен құдықтан үйіне су тасиды. Енді бізге әлі ақбұлақ бағдарламасы келген жоқ, су тартылған жоқ. Енді біз мысалы, мен өз басым колонкадан аламын. Үйім әне тұрған үй әне. Тасу қиын, қыс уақытында әсіресе қиынырақ. Енді ол жол бұл қар басып қалады жолды боран кездерінде, ашық жерлердің бәрі. Сол кезде қиналамыз енді. Ауылдың жол, ауыз су мәселесі туралы сұрағанымызда аудан әкімі Сүйінші Сырарлықтай жаңалық айтпады. Ол ауданда алдымен округ орталығы саналатын ірі ауылдардың жолдары салынып біткенін атап өтті. Ауыз суға да сәл шыдай тұру керек екен. Енді Жамбыл ауылына келетін болса, Жамбыл ауылының әлі ауымен бауы болады. Ол бірден салынатын жол емес, өйткені ол жерде қазір біз средний орта жөндеу, яғни асфальт төсеу үшін әлі де оған дейін жеткізуге, асфальт салуға дейін жеткізуге дейін бір шаруа жасауымыз керек. Ол міндетті түрде істелінеді, бірақ кішкене уақыты кешіріңкірейді. Енді су мәселесі бойынша біз ойымызда барлық ауылдарды 27 жылға дейін әрбір үйге су енгізейік деген ойымыз бар. Жамбыл ауылы бүкіл шығыс Қазақстандағы ауылдарға мысал бола алатын секілді көрінеді. Себебі мұндағы проблемалар барлығына дерлік ортақ. Мысалы, бұған дейін Марқакөл ауданында тот басқан құдық, Зайсан ауданында батпаққа айналған жолдарды көрген едік. Басқа аудандарда да осыған ұқсас картина. Журналистер келгенін көрген Жамбыл ауылының тұрғындары алуан түрлі проблемаларын айтып, жергілікті биліктің мойын бұруын сұрады. Жанымызға отатын бір мәселе осы. Мына ауылдың бас жағында свет бар, міне осы ортадан жоғары қарай. Екі көшеде свет бар міне. Екі көшеде свет бар. Ал мына жақта 10 түтін, мына жақта 10 түтін. 20 шақты үйде мысалы жарық жоқ. Қазір уақыт білесіздер, түн кеш ерте батады, күн қараңғы болады. Балалардың сабақтан қайтқанда бәріне алаңдаймыз. Иттер қауалама деп арасында. Сол мәселеміз. Сол светті жартылай свет жақып берсе, хотя бы мына жақ көшеге дейін. Ауылдың аяғына дейін. Бұның ойын алаңы, балалар ойнайтын. 20 үйі бар Қарай деген ауылда бар. 20 үйі бар Жаңғызтал деген ауылда бар. Именно біздің ауыл 50-60 отбасы бар, біздің ауылда жоқ ойын площадкасы. Енді болашақ балаларымызға керек қой бәрі. Енді соны үкімет қолға алып істетіп берсе, біздің басқа сұрайтынымыз жоқ қой. Жол мәселесін уже айтып шаршады оны. Шекарадағы ауданның шағын ауылында қордаланған мәселе көп. Халықтың көпшілігі проблемадан бір жолата құтылу үшін қалаға көшіп кеткен. Бұрын 2010 жылға дейін 200-ге тарта үй болған бұл елді мекенде қазір түтін саны небәрі 50-ден асады. Көшкен адамдардың үйлері бұзылып жатыр. Бүлінген үйді көрген сайын адамдардың жүрегі ауырады.
Тарбағатай ауданының орталығы Ақжар. 6000-нан астам адам тұратын бұл елді мекен аудандағы ең үлкен ауыл. Орталық болғанымен мұнда да көптің көкейінде жүрген мәселелері баршылық. Кәріз жүйесі көп жылдан бері қолданысқа берілмей келеді. Ал адамдар лас суды үйіміздің іргесіне төгіп жүрміз. Иісі қолқаны қабады деп көптен бері шағым айтып жүр. Мұны мемлекеттік телеарналар сан мәрте көрсеткен, бірақ нәтиже әлі жоқ. Қоғам белсендісі Жарас Тұрысбеков істемейтін кәріз құдықтарына ағаш өсіп, өскен ағаш қурап үлгерді деп әзілдеді. Артынан көңіл күйге түсті. Оның айтуынша қыруар қаржы бөлінген жобаның іске аспағанына 5 жылдан асып барады. Бұл ағаштарды аузы ашық құдықтарға қадап қойғаны, биліктің жүргеншіні сақтандырғаны дейді ол. Бұл енді қарап тұрсаңыздар, одан бері 5 жыл өтті ғой. 5 жылда жердің астында табытта жатқан 1 миллионның үстіндегі қаржы. Оған үйдің подводкаларына тағы 300 миллион бөлінді деді. Былтыр биыл тағы 400 миллион бөлінді. Сонда 2 миллиард болып кетті ме, қанша болып кетті мұның ақшасы? Бұл істемейтін нәрсеге неге ақша құя береді, неге сала береді, мен түсінбеймін. Жарас Тұрысбеков сөзінің басында кәріз жүйесін тартуға арналған жобаға 1 миллион теңге қаржы жұмсалды деп жаңылыс айтты. Анығында 1 миллиард теңге шамасында бөлінген. Бұл мемлекеттік сатып алу порталында жазылған дерек. Тарбағатай аудандық әкімдігі 2018 жылы тендер жариялап, 2019 жылы ДК проект деп аталатын. Қазіргі атауы Аян Группс деп өзгертілген компаниямен келісімге келген. 2021 жылы жұмыс аяқталып, әкімдік қабылдап алған. Аудан әкімі жоба істемей тұр дегенмен келіспейді, бірақ кемшілігі барын жоққа шығармайды. Толық тексеру жүргізілмегенін де мойындайды. Сапасыз дегенде әртүрлі нәрсені айтуға болады. Башы істелмей қалған дүние болуы мүмкін, немесе құрылыстың мәдениеті сақталмаған жер болады. Жаңа қалай болса солай істеп тұр, бірақ қалай болса солай істеліп кетті деген. Сондықтан да енді визуально қарасақ, құрылыстың мәдениеті кішкене аз болған. Шын айту керек. Ал енді оның астындағы немелердің бәрі қалай жатыр, енді оны астына түсіп, бәрі 100% тексерілген жоқ. Оны жаңағы эксплуатация кезінде көреміз. Дархан Жөргекбаевтың айтуынша, кәріз жүйесінің құрылысы әлі жүргізіліп жатыр. Бұған дейін жұмсалған 1 миллиард теңгеге магистральды құбыр жүргізілген. Ол бірінші жоба. Енді толық іске қосу үшін биыл 400 миллион теңге қаржы бөлініп, құбырды әр үйдің шарбағына дейін жеткізу жұмысы істеліп жатыр дейді ол. 2018 жылы қолға алынған жоба осылайша біршама жылға созылып барады. Ал адамдар салығының ақшасы жұмсалса да, құрылыстың игілігін әлі көре алмай келеді. Өзі әркім септик қазғызып сорып отыр. Ол сорған машина қазір 7.000 ба, 6.000 ба, 8.000 ба, оны әркім енді өзінің септигіне 2 рет сорғыза ма, 1 рет сорғыза ма, оны білмейді. Халық қарысын шығындап отыр, өзінің қарысын, қарап тұрсаңыздар. Ал мұна 5 жыл болып жатыр. Негізі халықтың игілігіне берілуге тиіс нәрсе болатын. Тарбағатайдың Тұғыл ауылы жазда жайлайтын Қызылқайың деген жер. Тау шатқалында арқар өрлеп, тоғайында алуан түрлі жидек өсетін, түрлі құс сайрайтын көрікті мекен. Ой, тамаша. Орыстардың калина деп жүргені ғой, біздіңше қазақша чаңкіші. Қызыл чаңкіші. Дәмін татайық енді. Табиғаттың бұда бір адам баласына берген сыйы ғой. Кейінгі айларда Тұғылдың халқы осынау мевалы жердің базар тарқайма деп ойымдай бастады. Себебі Исткоппер баталатын компания кен барлап комбинат салмақ. Олар мыс пен алтын алуды жоспарлаған. Адамдар гүрілдеген техника аң-құсты күтіп, маңай қопарылып аппақ шаң болады. Табиғаттан түк қалмайды деп ойымдайды. Сонымен бірге оған жақын маңайда 1986 жылы Сібір жарасымен ауырған малдар көмілген қорым бар. Жұмысшылар соны байқаусызда қазып алып, ауылға ауру жайылама деп секемденеді жұрт. Істемесіне де зиян келтірмейміз деп, анау мәдениет бөлімінде отырып айтқан. Бірақ ол сол айтқан уәделерінде тұрған жоқ деп есептеймін. Өйткені сол жерде адамдардың меншік жерлері бар. Осы Тұғыл ауылының тұрғындары мал өсіреді, егін егіп, қарбыз қауын өсіреді. Сол кісілердің көріп жүргені бойынша жаңағы бүлдірген жолды бүлдірсе де, жаңағы бұрғылаған жерлерінде ешқандай жалпы бүлдірген жерлерін қалпына келтірмейді. Оны келтірмейді дейтін себебіміз көріп, барып видеоға түсіріп көріп жүрміз.
Ал компания өкілдері заң аясында жұмыс істеп жатқандарын айтады. Сонымен бірге олар 200 миллиард теңгеден астам инвестиция құятынын, 3000 адамға жұмыс орнын ашатынын, яғни ел экономикасына оң ықпал ететіндерін тілге тиек етеді. Тарбағатай ауданының әкімі де мәселе заң шеңберінен шыққан емес деген пікірде. Табиғатты қорғау мәселесі суда нуыда бар Шығыс Қазақстан облысында аса өзекті. Кейінгі жылдары Күршім, Самар, Марқакөл аудандарының халқы кен барлаушы компаниялармен белсенді күресіп келеді. Олар ауыр техникасы бар компаниялар тау жыныстарын қопарып, жердегі жаратылысты жойып жатыр деп наразы болады. Жергілікті билік өкілдері аймақтың дамуына инвестиция тарту маңызды екенін және кәсіпорындар экология бойынша арнайы рұқсат алып қана жұмыс істейтінін алға тартады. Қытаймен шекарада орналасқан Тарбағатай ауданында күрделі мәселелер жетерлік. Тұрғындар проблемалар жандарына бататынын айтады. Кейбіреуі белсенді түрде мәселе қозғап, жергілікті әкімдіктен қыспақ көріп жатырмыз дейді. Солардың бірі Ақжар тұрғыны Жарас Тұрысбеков. Ол әртүрлі деңгейдегі сайлауларда тәуелсіз байқаушы болады. Әлеуметтік мәселелерді шешуді үнемі талап етеді. Жуықта ол Ақжар коммуналдық кәсіпорнындағы жұмысынан шығып қалған. Қазір құрылыс істеп тіршілік етіп жатыр. Ондай мәселе бар, ондай бастан өтіп жатыр. Енді адам болған соң, туған жерің болған соң, көріп тұрып осындай мәселелерді айтпасаң, ол не? Ол қай бір адамшылыққа жатады. Мәселені көрген соң айтылу керек, ол талап етілу керек. Қудалау бар. Мысалы, мен өзім қамқоз деген мекемеде жұмыс істеген. Сол қамқоздың бастығы бір күн шақырып айтты, бауырым сені жұмыстан шығар деп жатыр. Мені қысып жатыр. Кім қысып жатыр? Аудан әкімі қысып жатыр. Ол кісі неге қысып жатыр? Мен де мысалы, осындай, ана неге жұмыс қалдың дейді, неге жұмыстан шығарыңыз деп айтты. Мен өзім пенсияға кеткелі отырған адаммын дейді. Ертең мені қысады, бауыр мені қайдесің дейді. Ол кісі бір мекемені, тозып кеткен мекемені көтеріп отырған адам 5-6 жылдың ішінде. Жақсы жұмыс істейтін адам, ұйымдастыра білетін бастық. Ол кісіні сыйлағандықтан мен өзім арыз жазында шықтым, ол кісіге зиянын тигізгім келмеді. Тұғылда тұратын Самал Смағұлова ауылдағы амбулаторияда мейірбике болып істеген. Бірақ ол биыл тамызда жұмыстан шығып қалып, кейін облыстық еңбек инспекциясы оның жұмыстан шығуы заңсыз болғанын анықтаған. Өзі табысынан айырылуына әлеуметтік желіде мекеме ғимараты ескіргенін айтқаны себеп болды деп есептейді. Ол енді жұмысын қалпына келтіру үшін сотқа жүгінбек. Енді қазір дәрігер жетіспейді. Бірақ педиатрымыз бар. Ол педиатрдың өзі тек қана балаларды қарайды. Үлкен кісілерді қарайтын терапевт дәрігер жоқ. Жағдай жоқ, ауруханада стационар жоқ. Күндізгі стационар ғана жұмыс жасайды. Халық көбінесе Ақжарға барады. Тіс жұлдырсақ та, баламыз ауырсақ та, бәр нәрсеге Ақжарға барамыз. Ақжарда УЗИ врач жоқ. УЗИға постоянно Зайсанға барамыз. Зайсаннан өтеміз платына. Осы жол еңбек инспекциясы шақырылып, бәрі зерттеліп шықты, что мен заңсыз шығарған, енді сотқа берсін деп отыр. Енді сотқа береміз. Басқа енді амал жоқ, өйткені жұмыстан шығарып тастады. Өзім 0,5 ставкада ғана жұмыс жасадым. Біз белсенділердің осы айтқандары туралы аудан әкімінен сұрадық. Ол ешкімге қысым жасалмайды деді. Сын пікірлер айтылып жатса, оны воспринимать етеміз, немесе түсіндіреміз. Сіздер біздің әлеуметтік желіде қараңыздар. Сын пікір айтылса, ол былай болады, немесе былай болған деп. Ал енді жеке басқа кетіп, басқа нәрсе істеп жатса, оны жаңағы құқық қорғау органдарымен бірге жұмыс атқарамыз. Ал енді біреуді қудалап жатыр десеңіз, енді бәрін шығып сөйлесіңіз. Мынау мен біздің коллективпен сөйлесіңіз, қудалап жатырмыз ба, біреуді жаңағы дініне, нәсіліне, басқасына қарап жатырмыз ба, сұрап көріңіз, запрос жасап, сонда белгілі болады деп ойлаймын. Осы тұста аудан әкімі Тарбағатайда оң өзгерістер көп және болашақта бола береді деді. Мен өнерге көңіл бөліп, жақтағы өнерпаздарымызды, осында жүрген өнерпаздарымыздың бәріне жаңа материалдық техникалық базаларын нығайттық. Басқа да жұмыстарды жасап келіп, өнерде үлкен орын алдық. Себебі ұлт аспаптар оркестрі құрылды, халық ансамблі құрылды, этно топ құрылды. Мынау Ақжар ауылындағы спорт стадионын жаңғыртып жатырмыз.
Бұған қазір биыл жаңғыртамыз, көрермендер алаңы болады, жаңағы шетінде жүгіретін алаңның бәрін жасап қойдық. Тарбағатай ауданы 2022 жылы екіге бөлінді. Анығырақ айтқанда, Шығыс Қазақстан облысының құрамынан Абай облысы жеке шыққанда, 1997 жылдан бері бірге келе жатқан Ақсуат ауданы да бөлініп, Абай облысына қосылды. Мұндай шешімді көп жылғы халықтың сұрауынан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдаған. Экономист Петр Своик бұл шешімді экономикалық емес, саяси шешім деп санайды. Оның айтуынша, жергілікті халықтың қалауы бойынша тарихи әділдік орнатылды. Дегенмен, бұл қаржы жағынан тиімді жоба емес. Жергілікті халықта 2022 жылы аудан орталығы Ақжарға қайтып келгенде бөркін аспанға атқан. Арада 2 жылдай өтіп, қуаныштың ыстық суығы басылғанда, жағдай әлі түзеле қоймағанын аңғарған.